Армысыздар достар, менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен бүгін осындай творожной пирог, чизкейк әзірлейміз. Осы көріп тұрған ингредиенттер бізге қажет болады. ұн, сары май, бір жұмыртқа, тұз, разрыхлитель және шекер. Бұл қамырына. Ал енді салмасына әрине творог, 2 жұмыртқа, қаймақ және де шекер. Миска немесе шұңғыл ыдыс алып, соған қамыр жасаймыз. Сары май үй температурасында еріген болу керек, немесе үккіштен үгітіп алсаңыздар болады. Ұнды саламыз, яғни құрғақ заттарды араластырамыз. Разрыхлитель. Одан кейін бізге міне көріп тұрғандарыңыздай пышақтың ұшымен тұз және де шекер. Осы құрғақ ингредиенттерді әбден бір қалыпты араластырып аламыз. Шұңғыл қылып, енді комнатный температурада еріген майды салып, әбден қамырмен үгітіп араластырамыз. Сол кезде бізде міне осындай майлы қамыр пайда болады. Енді осы қамырымыздың үстіне жұмыртқа қосып, араластырып, міне достар, бізде осындай бір күлше жұмсақ қамыр пайда болады. Оны жарты сағатқа немесе 10-15 минутқа холодильникке қоямыз. Ал енді салмасына кірісейік. Творогке шекер қосамыз, қаймақ қосамыз және де 2 жұмыртқаны қосамыз. 2 жұмыртқаны қосқаннан кейін әбден еземіз. Сол кезде бізде бір қалыпты масса пайда болуы қажет. Ал енді қамырды осылай вилканың көмегімен тегістеп қалып жасап аламыз. Салманы салып тегістейміз. Салмасы творог қамырдан шығып кетпеуі керек. Қамырдан төмен тұрғаны дұрыс. Міне осы видеодағындай. Дайын болған кезінде духовкаға 180 градусқа 40 минутқа саламыз достар. Және де міне творогымыз, чизкейгіміз дайын пирог. Ал енді дәмін көрейік. Достар, өте дәмді. Жасап көріңіздер, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.